14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Жақсы болды. Ортамызда ашып алдық. Енді қайда отырамыз? Қайда отырамыз? Айтыңдар, кімнің сұрағы бар? Орындыққа. Орындыққа келеміз. Ой, ақымақтар, ой. Отыратын орындықтарыңды апамай. Жаным мінекей. Ой, жаным. Қай отыратындар білмейді. Абыр тұстаған е? Арман жаным осы. Міне. Ой, айналайын. Міне, отырмаңыз апасыз. Түзу отырыңдар, түзу. Жақын қойса арман болды, түзу отырсыңдар. Тыңдасыңдар. Так, аяқтайын бол. Отырыңдар енді тез-тез. Отырыңдар. Отырыңыз. Отыр. Шеңбер болып отырайық. Жаңа айттым сендерге сон. Жаңа айтып тұр, может шеңбер болып деп ше? Шеңбер болып. Ген апаң бересің отырыңыз. Міне апа. Ой. Міне. Сен неға отырыңыз? Мен мұнда отырам. Отырыңыз апа. Әне. Міне. Міне. Отыр. Ген, сен мұнда отыр. Бисмиллахиррахманиррахим. Бәрекелді. Отыр. Сіз отырыңыз. Жоқ, маған отыруға болмайды. Болмайды ғой. Тынышталамыз. Жақын отырамыз, балалар. Істеп жүр мына кісі, Ибраим Гугас. Келіңіз. Ай, мырзашы, біраз жолығайын деп. Амансыздар. Отырыңыз, кел. Жолығайын. Ой. Ассаламалейкум. Яна алмаларды алып келгем, сол қайырға қоя тұрсам болады. Ой, оны қоя тұрыңыз. Отырыңызшы. Ой, не бар мын? Сізге де керек бизнес саласында. Отырыңыз. Тренинг өткізіп отқан. Камчата деген қарындасыңыз осы. Сіздің алмаларыңыз қайтып сататын бизнес жайында бәрі. Тынышталамыз. Мынаға да қатысса болады ғой, Иә, болады. Аға отыр, жақсы болып отыр. Тынышталамыз болды. Бүгінгі тренингіміздің тақырыбы мейрамхана бизнесін қалай жүргізуге болады деп аталады. Бәрекелді. Сұрақ қойсам бола ма? Сіз өзіңіз мейрамхана бизнесін жүргізіп көріп едіңіз? Біз әлі сұрақ жауап бөліміне келген жоқпыз. Ой, мынау ашулы ғой, надайын. Иә. Сонымен менің өтейін деп жатқан тренингімнің басты тақырыбы ата жолы концепциясы. Ата бабаның жолы ғой жалпы. Жоқ, қателесесіз. Ата дегенге сіздер ана салт дәстүр, ата дәстүр деп ойлап қалмаңыздар. Ол қате. Ата жолы дегеніміз ең бастапқы сыры ол ата сөзіндегі әріптер. Қане бәріміз бірге қайталаймыз. Ата. Жоқ, қате. Дұрыс емес. Бір-ақ рет айту керек болады. Екінші рет қайталауға болмайды. А әрпіне келетін болсақ, қалай ойлайсыздар? Ол мейрамхананың клиенттерімен ашық жарқын болу керек деген сөз. Оны білеміз ғой? Жоқ. Білеміз деп көп адам істемейді оны. Айналайын, компьютер бір толығырақ түсіндірмесең түсінбей отырмын. Онсыз да толығырақ түсіндіріп отырмын. Келесі әріп. Т әріпі. Кім қалай ойлайды, қане? Жауап береміз. Айтыңдар. Татулық. Жоқ, дұрыс емес. Келесі. Табиғат. Жоқ, дұрыс емес. Келесі тағы кім бар? Мынау ғой. Айтсам бола ма? Табыс шығар мүмкін. Табыс қой. Мен апанам жүреді табыс. Жоқ. Дұрыс емес. Табыс емес. Табыс деген ол салдар. Біз себепті өтейін деп жатырмыз. Не болды екен? Т дегеніміз тазалық. Міне көрдіңіздер ма? Сіздер білеміз деп көп нәрсені білмейсіздер.
менің тренингімнен кейін көп адамның бәрі соны істеп кетті. Келесі әріп А әріпі. А әріпі дегеніміз ол асығыстық. Көрдіңдер ма? Бұл асықпау керек, дұрыс па? Жоқ. Керісінше асығу керек. Яғни жылдамдықты қосу керек. Тамақ әзірлегенде, тамақ дайындағанда, тамақ жеткізгенде жылдам істеу керек болады. Дұрыс айналайын, дұрыс. Тағы да кімде сұрақ бар? Көрген күніңді итке бермесін. Бірақ оның бәрін қамтып істейлік, делік. Осылай істеген күнде де іске аспай жататын кезде де болады, бірақ осынша жасасаққа. Жоқ, қателесесіз. Ондай кезде барлығымыз позитивті ойлауымыз керек болады. Яғни позитивті ойлау дегеніміз жаңағы менде бәрі жақсы болады деген сөзді 465 рет айтып, оның 300-ін дауыстап айтып, 165-ін сыбырлап айту керек болады. Бәрі жақсы болады деген сөзді бар? Иә, менде бәрі жақсы болады деген сөзді. Менде жақсы болады деп айқайлап айтасың да. Дұрыс айтасыз, апа. Клиенттер картасын құру деген болады. Мен оны келесі тренингте өткізетін боламын. Жаңағы клиенттерді жинаудың тағы бір тәсілі бар негізінде. Оған қарбызды аламыз, пышақты бірнеше жерінен шаншимыз да, тоңазытқышқа саламыз. Тоңазытқышта тұрған қарбыз өздігінен жарылып болған соң 8 бөлікке, 9 емес, 7 емес, 8 бөлікке бөліп, көршілерге таратып жібереміз. Осылай істесек, клиенттер көп болады. Сұрақ қойсам бола ма? Қарбыздың клиенттерге қатысы не? Қарбыздың психологиядағы жалпы негізгі эквиваленті ол қонақ. Ал қонақ деген мейрамхананың басты негізгі адамы. Қарбыздың ала қабағы сияқты адамның да аласы болады. Естеріңізде сақтап жүріңіздер. Ой, айналайын Камшат-ау. Мұнауың сенің біздің шағын миымызға Шақадай басың шағадай болды ғой. Мұнаны бір қортып аламыз ау, осы бір қортып алайық. Өте дұрыс. Бұл мәселені қорту үшін бәріміз қолымызды алдыға созамыз. Қане бәріміз. Созыңыз. Қандай бәлеге Созамыз. Енді ата сөзін 365 рет қайталаймыз. Ішімізден. Абдразақ. Жыламаймыз, апа. Бисмиллахи. Қайталаймыз. Бағанағы тренингімізде не туралы айтылды? Ата. Яғни әріпі? Ата. Әріпі. Ашық жарқын болып отырамыз. Иә. Қане? Көріп тұрған жоқ. Дұрыс. Қозғалмаймыз. Есіңізде болсын. Аспаздар мейрамхана залында отыруға тыйым салынған. Яғни, сіздің орныңыз қай жерде? Асханада. Бәрі отырады, мен отыра берсем қайтеді, мен неғып отырғызбай. Аналардың бәрі отыр ғой, әжеде отыр, анау да отыр. Апа, шұғыла, көңілді отырамыз, қане? Күлімдейміз. Дұрыс. В общем, бар ғой, анау дейміз, мұнау дейміз, негізі ше. Камшатаның келген жақсы болды, Қарашы. Қолымыз ұзарып қалды, кәдімгідей ше. Жақсы болып қалды. Сайлақ қалды ғой. Официантка болып көте жаздадым ғой мен. Сен не? Әйелсің ба? Официантка деп. Официант деп айт. Бәрібір емес пе? Бәрібір емес пе? Екі арттың арысына, берісіне? Сен де бәле іздеп қалған бір емес. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Сіздер қанша адамсыздар? Қанша адам көріп тұрсыз? 4-еу, 5-еу. Біреу көріп тұр. Мына бір түр танысың, біреуіне? Я?
Кім мынау? Ей, Нұрлан Абдуллин ғой. Қайдағы Нұрлан Абдуллин? Нұрболат Абдуллин десе? Ей, екі әріптің арысыне, берісіне. Күліп отыр. Камшат не істеп жатыр мынаған? Мына бізге ашы жарқын болды. Бізге айтып өзіне бүйтіп істемей жатыр. Бармасам болмайды маған. Өзім күтіп алмасам болмайды. Ей, отыр. Қайда барасың? Жоқ, бармасам болмайды. Мырзахан. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум Ой, Нұрболат бауырым. Бұл сен Нұрболат бауырымыз ғой бұл. Сен бұған, так, ештеңе жоқ, дайындаңдар. Жүре ғой бауырым. Жүріңіз. Мұндай жігіттерді біз қанша адам деп сұрамау керекпіз, отыр. Дайындаңдар, так. Сәлем. Мына жақтың бәрін гүл қыңдар дастарханда. Қош келдің. Рахмет. Ой, бауырым, біз үйреніп қалдық. Бізге күніге бір жұлдыз келеді, үйреніп қалдық қазір. Басында таң қалып ек, енді өзіңді көріп қуанып қалдық. Рахмет сіздерге. Қалай жағдай? Жақсы, бәрі күшті. Бүгінгі ауызашарды сіздерде бұйырған екен. Ой, қалай, ұнады ма? Алла разы болсын сіздерге. Тамақ ұнады ма? Әрине, ішімізге ел қонып күшті болып қалдық. Шайыңызға рахмет, өте дәмді екен. Ай, керемет. Жалпы шығармашылық қалай? Өмір қалай жалпы? Шығармашылық жақсы, Аллаға шүкір. Жаңа әндер жазып жатырмыз. Ең басты жаңағы қазақ өнеріне жақсы бір адал қызмет етсек деген ниетіміз ғой ең бастысы. Осы қазақтың атын басқа шет мемлекеттерге таныстырсақ. Оның қазір енді қатарында бірегей болып жүрген біздің Димаш бауырымыз бар. Сол бауырымыздың ар жағынан сәл қолдау көрсетіп, біз де сол таныстырсақ деген ойдамыз. Тек қана Қазақстанның ішінде емес. Бірақ енді қазақтың тойы ешқашан бітпесін. Біздің бар көмегіміз де, біздің бар жаңағы бизнесіміз де шыны керек, ол көп бөлігі осы қазақтың тойы. Қазақтың тойы бітпесін. Біз көбіне осы әртістердің жетістікке жеткен кезін ғана көреміз ғой. Енді өздері де жетістікке жеткен кезде біздің көз алдымызға экранға жетістікке жеткен кезде шығады. Сол кезде біз бұл кісілерді аспаннан түсе қалғандай қылып көреміз. Бірақ бұған жетістікке жету үшін неше түрлі еңбек ететін шығарсыңдар, иә? Қаншалықты еңбек еттің сен? Осы жетістікке жету үшін қандай жолдардан өттің осы? Бізге қызық, мысалы біз өзіміз пікірлейміз. Бірден жетті ме екен? Қалай жетті? Бұл енді менің жалпы 100% деп алатын болсақ, бұл менің 5% ғана еңбегім әзірге. Деп білемін, өзіме солай баға беремін. Дұрыс. Еңбекке қанағат болмау керек, дұрыс. Қанағат болмау керек, өзің көңілің толмау керек дейді ғой. Жаңа қазақтың сөзі бар, болдым деген бала, біттім деген деген. Сондықтан да жаңағы ең бастысы сол қазақ өнері қызмет ету біздің ең бастысы. Енді сонау кішкентай бала кезімізден басталды ғой. Кішкентай бала. Ең бастында дәстүрлі әндер айттық. Одан кейін студент болған кезде академиялық тұрғыда сол ән салу бағытында жаңағы тілге тиек етіп кеттім, Димаш деген Құдайберген бауырымыз, екеуміз жерлеспіз. Бір ұстазда дәріс алғанбыз. Оның қатарында ел алдында қазір ерке қыз болып жүрген Ерке Есмахан да бар. Сол кісінің біз төл шәкірттеріміз. Бірегейміз, соның қатарындамыз. Одан кейін осы жаққа келіп 2012 жылдан бастап 14 жылдар аралығында балаларға өзімнің дипломым бойынша, құжатым бойынша, қағазым бойынша сабақ бердім. Өнер адамның жетістігінің 99% еңбекпен келеді дейді. Ал 1% қабілеттен туады дейді. Сондай ма негізі? Енді жаңа айтып кеттім, 99 болатын болса, менің әлі 94% еңбегім бар, жасайтын. Жаңа айтып кеттім 5% деп. Бұл жасап жатқан еңбегім. Еңбектен ғой. Әрине, еңбектен. Мысалы, сіздер мына мейрамхананы тұрғызған кезде соны фундаментінен бастадыңыздар, жер алдыңыздар деген сияқты. Менің де қазіргі фундаментім қаланып жатқан кез. Құдай қаласа,
үстін жабамыз, ішін жаңағыдай Әрі көп десеңші. Иә, әлі ішін жасаймыз деген сияқты әдемілейміз. Сол сияқты менің де бір ары қарай тағы да шыңдалатын уақыттарым әлі. Әншілердің жалпы біз анау отырып осылар қалай еңбектенеді? Әншілердің еңбектенуі, еңбекқорлығы деп нені айтамыз? Жалпы қазір әншілерден еңбекқор деп кім біз араларыңызда қатты еңбекқор деп өздеріңіз біз мысалы біз өзіміз мына ауылдағы адам өте еңбекқор, қолынан кекпен түспейді деп айтып отырамыз ғой. Сол сияқты сіздерде бар ма сондай бір еңбекқор адам? Әншілерде кім еңбекқор? Енді мына еңбекқор әншілер деген бізде өте көп қой. Иә? Өте көп. Жаңағы сыртта жүргені қаншама, өзіміздің ішімізде. Жалпы халықтың құлағына, халықтың жүрегіне жақын әндерді сыйлап, өзінің көрерменін тауып, тыңдарманын тауып жатқан кез келген өнерпаз, ол өте еңбекқор деп айта аламын. Себебі менің тыңдарманым бөлек. Менің өзімнің көрерменім бөлек. Сондықтан мен ол кісілерге жұмыс жасауым керек, ол кісілерге қызмет етуім керек, сол кезде мен еңбекқор әнші боламын. Мен мынау пікірімді өзгертіп жатырмын да қазір. Біз ана ауылда ғой енді, біз ауылда жатып ап, сіздер телевизордан көріп отырып айта береміз ғой. Өткенде бір құрдасым айтып еді осы әншілермен, олар ән айтқан кезде әнді әдемі айтады да, абылай бетпе-бет келіп тікелей сөйлесең, кітап оқымайды, рухани жұтаң, дұрыс сөйлей алмайды деп дейді. Мен мына жерге қанша жұлдыз келді, бәрі тіпті білімді, өзі де қандай нұр, сен өзінде қандай әдемі сөйлеп жатсың. Бірақ сол неге қосыласың ба? Әншілер кітап оқымайды, көбісі оқи ма, оқымай ма әншілер жалпы кітап? Енді біздің көп оқитын әншілердің біз жаңағы алдыңғы аға буынымызға қараймыз ғой. Аға буын, орта буын. Біздің алдыңғы аға буын, орта буында жүрген ағаларымыз ал мысалы Мерембек ағамыз, Сәкен ағаларымыз бізге өте жаңағы үлгі болып жүрген. Кейде кітаптарын салат оқып жатқан. Біз сондай болсақ, сол кісілерде болсақ, сол кісілерде оратор болсақ, тек қана қазақ тілінде емес, орыс тілінде болсын, ағылшын тілінде, басқа тілде бізден шет мемлекеттерге кейде шығып қалған кезде қиналып қалмайтындай. Жаңағы кезінде Дінмұхаммед Қонаев ағамыздан сұраған ғой. Қазақтың жігіттері сіз сияқты ұзын бойлы сұлу ма дегенде, сол атамыз жауап берді, мен ең нашармын деп. Ой, сондықтан да біз ең нашарымыз жаңағыдай сондай болу керек бізді ойлаймын. Ең нашар деген қазақ жігіті сөзге оратор, кез келген жағынан мықты, үш тілде сайрайтын, сондай болу керек деп ойлаймын. Сондықтан біз алдыңғы буындардан, ағаларымыздан, әпкелерімізден үлгі аламыз, одан кейін соны жасампаз болуға тырысамыз. Өз басым енді қазір кітап қолыма алмай түспей жатса, интернет желісі бар. Кез келген жерін ашсаң, Қадыр Мырзаны терсең, Қадыр Мырзалы шығады. Мақатаев десең, Мақатаев шығады. Абай жолын кез келген томын тауып аласың. Соның ішінен жақындатып, өзің қарап, ішінен тауып керегіңді алып оқи бересің. Сіз бағанадан бір күшті қылып сұрақ қойып жатсыз. Журналист емессіз бе? Жоқ, мен журналист. Аяқта бізге журналист қайда? Әлде таксист болдыңыз ба? Ойбай. Мынау қақты біліп қойдай. Қайда білдің бе таксист екен? Енді мұндай жүйелі сұрақтардың барлығын сауатты журналист қояды, болмаса таксисттер қояды. Ой, мына менің таксист екенімді біліп қойдай. Сыншы болды ғой сонда Нұрболат, иә? Ой, Үрмая бір. Сол екі мамандық қана қойылып, мен білмеймін басқасын. Алғаш рет естіп тұрмын мен. Көпті көргеннен сұра дейді. Әбден бұлар елдің ішінде жүріп, біздің таксистердің қандай екенін біліп алғанда ол. Бір суретке түсейікші. Түсейік. Сен телефоныңа түсейікші, сен телефоның қымбат шығар, таза сурет. Біздікілер түсірген кез әдемі, үйге барып көрсек бұлдырап тұрады. Мен сіздер бір жақсылап тұрып, жарнама жасайыншы. Бір аспан дер жарнамала. Иә. Ал, мына жаққа қараңыздар. Дастархан өте әдемі. Ал. Тағы. Күлеміз. Болды. Нұрболаттың телефонына түстік екенбіз. Сіздерге көп рахмет. Мен тағы да баратын жерлер бар. Біздер енді ауылы жырдан кейін тағы да баратын жеріміз бар. Елдің адамысыңдар ғой. Бір-екі кіріп шығатын қуаныштар бар деген сияқты. Сондықтан сіздерге көп рахмет. Құдай қаласа ораза біткенше тағы да келеміз. Оразадан кейін тағы да келеміз. Келе бер. Осы жерде өзіміздің қуаныштарымызды жасармыз бұйырса. Сондықтан да осындай керемет дәм тұздарыңызға
Алла разы болсын, аман болыңыздар. Іште тек қана берекеге толсын. Аумин. Айтқаның келсін. Аумин. Міне, әдем болып қапты ғой. Енді бір, нерге бір әдемі көлеңгі болып тұратын шатыр қойып берсем, мына өзінің тесігі де бар екен, ана ортасына темірін сақ қойып, неғып қоятын, иә. Тамаша, қарашы, құдай қаласа. Фонды бұзат дейсіз. Қайта фонға фон қосып тұрмыз. Өже тау, қызыл алма, мейрамхана, керемет болды. Дұрыс болды, бәрекелді. Екеуміз бір-бірімізге серік болып, жаңағы жақсы болатын болды. Әңгімелесіп ішіміз пыспайтын болды енді авас. Иә, құдай шүкір. Жерде кәуап, сіз алма. Кәуап, иә. Қарбыз қалай аға? Қай қарбыз? Не біз қарбыз жедік пе? Жаңағы анау тренингті айтам. Әкесін сабағанды көріп едік, бірақ оны арбаға байлап қойып сабадық дегенде, енді көріп тұрмын дегендей болды ғой ол. Бұл енді қойыртпақ қой ол. Көке. Қалай атасаңыз да қазір қоғамда сол мода болып тұр енді. Жұрттың бәрі соған ағылып барып жатыр. Ол ақыл үйреткішің бір сол салада пәлен жыл қызмет жасап, немесе тәжірибесі бар адам өткізіп жатса бір сәрау. Ой, бір психолог, астролог, нумеролог дегендер пайда болды ғой қазір. Ей, ол анау астрология, нумерология, бақсикология, құмалақология дегендердің бәрі орта ғасырда қалып кеткен жоқ па? Ой, күні бүгінге дейін сонда адамдар барып жатыр ма оларға? Қырылып барып жатыр. Мыңдаған ақшасын салып, адам деген очерет алтынмен шоғылайды да. Не дейді да? Үзілмейді дейді, адамдар көп дейді. Бұлар сонда тағдыр Алланың қолында екен, ал енді амал адамның өзінен екенін білмегені ме сонда? Сондай болып тұр. Бірақ енді халықты да жазалай алмайсың. Өйткені аналардың әңгімесін тыңдасаңыз, ой, мен отырып ап, Құдай деп тұр, Алла деп, 5-6 аят жаттап алған. Аятты араластырып айтқан кезде, ана халық байқұстар топ-топ етіп құлап жатыр сол жерде. Ойбай, осы дұрыс. Ана бишара қыз, сол бақсы, балгер, ағауле, сарәуле, солардың бәрі бір сорт екенін білмей жатыр екен ғой. Оны айттым ғой. Бұл енді аналардан естігенін айтып тұр ғой. Бишара. Ой, масқара. Масқара болған екен ғой онда. Ай, бұл масқараны қашан тоқтатамыз, ей? Бұны қалай тоқтатамыз? Білмей тұрмын ғой. Аңғармаймыз бағыңды даралайтын көшіңде, барыңды бағалайтын кісіңде, өз отбасыңның ішінде. Үлкен үйде жастықтың сағындырған шағы бар, қаттықтың мағыналы мәні бар, бақыттың кілті табылар. Үлкен үйде әңгіме әзілінде сәні бар, тәрбие